Вадим Бекин бір күнге арналған жұмыстың түрлері мен көлемін жоспарлап қойды. Бұл жұмыста қағазбастылық деңгейі жоққа тең. Таңертеңнен бастап ол барлық жол пайдалану бөлімдерінен ақпарат жинайды. Бұл жолдардағы жағдай, ауа райы, техника мен бригадалардың дайындығы. Осыдан кейін мұның барлығы жол шеберлерімен бірлесіп өңделіп, белгілі бір жұмыстар бойынша шешім қабылданады. Барлық ақпарат тіркеліп, диспетчерлік қызметке беріледі. Жоспар дайын, енді Владимир жұмыстарды орындауға шығады. Қыста жұмыс қарқыны жоғары. Жолда, жол жиектерінде, автопавильондарда, демалыс алаңдарында қармен күресеміз. Жолға көктайғаққа қарсы материалдар себеміз. Қар басы қаупі жоғары аймақтарды алдын ала анықтап, қар қалқандарын, қардан қорғайтын траншеяларды орнату сынды жұмыстарды жүзеге асырамыз. Жұмыс барысында қар құрсауында қалып кеткен пайдаланушыларды құтқару жұмыстарын жасауға да тура келеді. Олардың көліктерін жылы бокстарға алып барып, жанармайы қатып қалса, не майда шүйде жөндеу жұмыстарымен де көмек беріп жатамыз. Қажет болса, жүргізушілер мен жолаушыларды өзіміздің жылыту пунктіне орналастырамыз. Пайдаланушылардан жолда шектеу орнатылғанда немесе дауылды ескерту жарияланғанда алыс сапардан бас тартуларын сұраймыз. Себебі шектеуді сақтамай, жолға шыққан жолаушылар біздің тездетіп жолды тазалап, немесе оның кідірмей ашылуына және техниканың жұмысына кедергі келтіреді. Жұмыс жолын Вадим Бекин қарапайым жол жұмысшысы болып бастап, үлкен жетістіктерге жетті. Әр кездері ол жұмысшы, шебер, механизатор болып жасаған. Кейін жоғары оқу орнына түсіп, 2004 жылы Солтүстік Қазақстан университетін тамамдаған соң, жол пайдалану учаскесіне бірінші санаттағы механик лауазымына келіп орналасқан. Осылай 15 жыл жұмыс істеді. Ал 2019 жылдың 1 ақпанынан бастап 67 жол пайдалану учаскесінің бастығы болып тағайындалды. Менің анам жолшы болған. Қазақ автожол құрылғаннан бері 2012 жылға дейін осы жол пайдалану учаскесін басқарып, осы жерден зейнет демалысына шыққан. Ол кісі маған кішкентайымнан жолшы мамандығына деген сүйіспеншілікті серік етті. Мен әрқашан анамның ізімен жүруді армандайтынмын. Өйткені жолшы өте абыройлы мамандық иесі. Өзіме бала кезімде мақсат қойып, оған қарай үздіксіз жүріп отырдым. Этой большой дорожной семьи и горжусь этим. Еліміздің негізгі экономикалық және стратегиялық маңызды объектілерінің жұмысы 67-ші жол пайдалану учаскесі қызметкерлерінің жауапкершілігіне байланысты. Себебі аймақ Ресей Федерациясымен шектеседі. Оның 2 шекаралық өткізу пункті бар. Оларға жаңа жол мен қорған пункттері жатады. Күн сайын әртүрлі елдерден жүздеген жеңіл, жүк және жолаушылар көлігі өтеді. Олардың қауіпсіздігі мен жайлылығы аймақтағы жолшылардың қолында. Бүгінгі таңда біздің күтіп ұстауымызда 314 шақырым жол бар. Олар Қорған Петропавл, Петропавл-Тюмень, 2 шара маңындағы өткізу пункттері, жаңа жол және Қызылжар сынды бағыттар бар. Ұжымда жалпы 52 адам қызмет етеді. Бұл шеберлер, механизаторлар, жетекші мамандар, әркім өз жұмысын адал атқарады. Себебі жол қауіпсіздігі оларға байланысты екенін жақсы түсінеді. Өз ісінің шеберлері үлкен кәсіпқойлар. Сондықтан осында кәсіпқойлармен бірге жұмыс істеу өте жағымды және оңай. Бекиннің қол астында 67-ші жол пайдалану бөлімінде 8 жылдан аса жұмыс жасаймын. Ол кісі өз ісінің маманы. Жұмыс реті бізде нақты қойылған. Әр маман өз орнында. Өзінің жұмысын жақсы білетін білікті жолшылар. Жұмыс таңғы 8-ден басталады. Бірінші кезекте техниканы жұмысқа дайындап тексереміз. Ал қар мен боран кездері таңғы 3-4-те жолға шығып кетеміз. Бұндай жұмыс тәртібіне үйреніп қалғанбыз. Ұжымның ауызбіршілігі жоғары болғандықтан бір-бірімізге көмектесіп, жұмысты тез ұйымдастырамыз. Жұмыс оңай емес. Солтүстік болғандықтан қыстары қатал. Жолаушылардың қауіпсіздігі үшін осы жолда тәулік бойы жүреміз. Осындай спецификасы ерекше аймақта жақсы тәжірибелі басшы жұмыс ұйымдастыру өте қиын. Сондықтан да Бекин сынды басшымен бұл жұмыс ұйымдастыру оңайырақ. Өз ісінің мағыз маманы. Жолшы мамандығы күшті мінез бен еңбекқорлықты талап етеді. Кез келген адам қарапайым жол жұмысшысы қызметінен бастап тынымсыз еңбек етсе, міндетті түрде мансап сатысымен көтеріле алады. Ал біздің бүгінгі кейіпкеріміз бұған тікелей дәлел.